Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін міне Kia K5 көлігін қарастырып кетеміз.
көліктің бағалары 13 миллион 690 мыңнан басталады. Бейнедегі көліктің бағасы доп оборудованиясыз 15 миллион 790, бірақ та бұл көлік бейнедегі қарастырылып жатқан 16 миллион 826 мың 550 теңге. Kia K5-тің жалпы бағалары 13 миллион 690 мыңнан басталып 15 миллион 890 мыңға дейін барады. Сонымен бірге бұл көлікті бағыңыз жанып жеңілдетілген 4% автонесиелеу бағдарламасы арқылы алам десеңіздер, онда Kia K5-тің бастапқы деңгейі 13 миллион 690 мың теңге құрастыратын көлікті қарастырып жіберсек, онда алдын ала төлем ақысы 3 миллион 690 мың теңгені құрайды. Несиенің айлық төлемі 123 мың 810 теңгені құрайды. Сонымен бірге банктар көлікті сақтандыру каскасын алуға міндеттейді сіздерді. Сонда жылына 157 мың 435 теңгені сіз банкқа беретін боласыз. Бұл көлік Smart Key жүйесімен қапталған, яғни түймешесі бар. Басасыз, сонда көлік ашылады. Мынау міне 16 миллиондық көлік, стайл деңгейінде. Өте сән көлік. Неге сән? Сіздерге көріне ме, көрмей ме? Некеңіздер, қараңыздар. Ағаш. Әрине бұл ешқандай ағаш емес, бірақ та көрініп тұр, ағашқа ұқсатып жасалған. Пластик қой енді. Некеңіз міне. Өте сән. Былай қарасан нағыз ағаш секілді. Қолмен ұстасан да ағашқа ұқсайды. Бұдыр-бұдыр. Өте әдемі сән жасалған. Есік ашу таяқшалары пластик, міне көрініп тұр мына жерінде, әне пластик ар жағында. Сырты алюминиймен қапталған, негізі пластик. Мынау міне терезе түймешелері автоматты түрінде тек қана алдыңғы терезелер, артқылары қарапайым. Мынау міне айналарды жинау, ашу, жаю дегендей. Мынау есікті, құлыптарды құлыптау. Иә, мына жері бәрі былғары. Өте әдемі жасалған. Жақсы істейді. Бұл көлік Қостанайда жиналады. Иә, отырысы өте күшті екен. Ұнап тұр. Және ұнайды маған осы мына торпедасы өте биік орнатылған. Мынау міне сымсыз сотовыйды зарядтау. Өте жақсы. Драйв мод бар екен. Яғни мүмкін спорт бірдеңкесі бар шығар. Мынау орындықтарды жылыту түймешелері, таяқшалары. Мынандай қуысы бар. Қуыстың ішінде 12 вольт розеткасы бар. Содан кейін USB. Сосын тағы да бір жай USB. Яғни телефоныңыздан әндерді көлікке жіберу. Яғни көлік арқылы тыңдау. Телефондағы әндерді. Ал бұл тек қана телефонды зарядтауға арналған USB. Өте күшті. Былай жабылады. Салондағы температураны мынандай тачпад түймешелермен реттейсіз. Иә, бәрі солай. Тек қана алдыңғы терезені жылыту физикалық түймеші, және артқы терезені жылыту физикалық түймеші. Қалғаны бәрі мұнда сенсор. Мынау міне бұлай жабылады, жабық тұр, бұлай ашылады. Қарапайым. Мынау бардачогы,
A4 қағаз сиіп тұр. Былайша айтқанда бәрі қарапайым. Мына түймешелері физикалық. Басылып тұр. Ал былай сенсор ма, айта алмадым. Расында да көліктің ортаңғы мониторы сенсорлы. Яғни көліктің талай жүйелерін, мысалы жасырын аймақты бақылау жүйесі, тұрақтан артқы жүріспен шығу кезіндегі ескерту жүйе, немесе 360 градустық жан-жақты бейне камераларын басқаруын осы монитор арқылы реттеуге мүмкіншіліктері бар. Сонымен қатар көлігіңізге бір уақытта 2 смартфонды қосып қоюға болады. Бұл мысалы жүргізуші өз телефонын қоңырау шалғанға тіркеп, ал тағы да басқа адам өз телефонындағы әндерді көлікте тыңдауға өте ыңғайлы мүмкіншілік. Сол үшін көлікте әрине Apple CarPlay мен Android жүйелері де бар. Осындай бірінші рет көз салғанда маңызды емес кішкентай мүмкіншіліктер көліктен қанағат алу деңгейін бірталай арттырады. Бұл көлікте лүгі жоқ. Не? Айнасын шамы бар екен. Рулі өте ыңғайлы, өте кішкентай диаметрі. Яғни бұл өте ұнайды. Мына жағында бәрі аудио. Жоқ, керісінше. Мына жағы аудио, телефон түймешелері, аудио. Сосын мына жағында міне круиз контроль, сосын борт компьютер, мынау басқару түймешелері бар компьютерді, мынау окей жүйесі, мынау қайта қайту. Бұл старт-стоп түймешесі, тахометр мен спидометр қарапайым. Бұл өте жақсы, өзіме ұнайды. Көлік әрине өзінің жоғарғы деңгейлерінде цифрлы саймандар панелімен қапталған. Өткенде біз Hyundai i30-ды қарадық қой. Мысалы мына былғары сапасымен сәл кішкене басқаша i30-дың былғарысына қарағанда. Бұл да жақсы, бірақ та басқаша. Бұл көліктің газ педалі полда тұр. Осындай педальдар өте маған ұнайды. Себебі аяғыңыз еркін жатады. Әмбе дұрыс. Әмбе сырғанамайды. Бірақ та көбінесе бұндай педальдарды қымбат көліктерге қояды. Себебі мүмкін өндірісте қиын шығар жасауға. Бірақ та Kia осыны қойды бізге. Міне, көріңіз ғой. Торпедасы тоннелі, ортаңғы тоннелі өте биік орналасқан. Қолымыз мына таяқшамен бір деңгейде жатады. Өте жақсы. Ең бірінші бұны Lexus қоя бастады, орната бастады өз көліктеріне. Сосын бәрі сондай нәрсе өте ыңғайлы деп осылай жасай бастады. Мінекейіңіз. Бұл көлік Сарыарқа автопром өндіріс базасында жасалған, зауытында. Яғни Қостанай. Көліктің салмағы 2 тонна. Бұл сипаттамалары, дөңгелектер және көліктің салмағының сипаттамасы. Жақсы жабылады. Артқы орындықтарды жылыту түймешесі бар екен. Артқы есіктерінде де сол ағашты көреміз. Әдемі жасалған ағашты. Бұл ағаш негізде көлікті өте қымбат қылдырады екен адамның көз алдында. Орын жетіп жатыр. Өте ыңғайлы отырғанға. Мысалы, i30-да мен отыра алмадым. Ал мұнда міне, бұл көліктің деңгейі бизнес. Яғни, үлкен ұйымдарда жұмыс істейтін көліктер ғой бұл. Негізде Toyota Camry көлігімен
бәсекеде тұрады нарықта. Артқы орындықтарға да USB зарядкалары бар. Осындай дефлекторлар бар. Мынау өте жақсы жасалған. Бұлғары сапасы жақсы. Бұл пластик. Кейбіреулерге ұнамайды. Мұрттардың арт жағы пластик болғаны. Маған мысалы өте ұнайды. Сонда бәрі мықты болады. Өзіме ұнайды, әйтеуір. Мына жердегі былғарының сапасы Hyundai i30 бен бірдей. Бірде-бір сол былғары. Күшті ортаңғысы, міне, ортаңғы былғары бірде-бір i30 өткенде қарастырған. Жақсы төніп тұр. Көріңіз ғой, қандай бай көрінеді. Не алдыңғы жағы. Ағаш өте сән болып тұр. Сән келеді бұл көлікке. Мен басында ойлап едім, бұл не үшін жасалған? Мынандай. Не мына есікті ұстайтын жері мынау, а мынау не үшін? Сөйтсе, мынадан да ұстап, есікті жаба салуға болады екен. Мынандай ұстайтын жері күшті. Дауысы күшті. Түймешенін басасыз, жүк тасымалдау бөлімшенің қапшығы ашыла бастайды. Орындықтар жатады екен. Мынандай ұзын нәрсені тасымалдауға арналған. Көрдіңіз бе? Қос. Мысалы, кейбір көліктерде бұндай мүмкіншілік жоқ. Мысалы, Camry'да жоқ. Насы қалай? Насы сәл кішкене сапасы жасалды. Міне, жасап қойдық. Болды. Капотын аштық. 2 литрлік қозғалтқыш G4NA. Бұл қозғалтқыштың көлемі 2 литр, 150 аттың күші. Жанармай шашу әдісі қарапайым, яғни енгізу коллекторға, тікелей цилиндрға емес. Сонымен бірге, бұл G4NA қозғалтқышты Hyundai Kia концерні 2010 жылы шығара басталған қозғалтқыштарының New буындысына жатады. Яғни, бұл қозғалтқышты 2011 жылдан бастап көпшілік Kia және Hyundai көліктерінде көруге болады. G4NA қозғалтқышы өзінің алдындағы Gamma және Theta 3 қозғалтқыштар буындылары сияқты таратқыш біліктерін белбеумен емес, сондықтан шынжырмен қозғалтады. Сонымен бірге G4NA ерекше, себебі Hyundai Kia концернінің бұрынғы қозғалтқыштарына қарағанда клапандар жүйесінен шелек шүмектерін алып тастаған. Олардың орнына гидравликалық көтергіштері қолданылады. Және де G4NA қозғалтқышында поршындарын суытуға арнайы әдіс қолданылды. Бұл поршындардың астына май шашатын жеке инжекторлар орнатылған. Қарапайым қозғалтқыш некеңіз. Бұл шығару коллекторы, газдарды шығару коллекторы. Мынау катализатор үстінде тұрған қарапайым. Орын көп, себебі бұл көлікке тағы да
6 тәрізді қозғалтқыштарды қоюға болады. Ал бұл 4 цилиндрлық кішкентай қозғалтқыш 2 литр. Демек бәрі көрініп тұр, жеңіл бәрі. Яғни астында бұл электрлық рейкасы, руль рейкасы. Это қарапайым. Екенсіз бәрі қарапайым екен. Ешқандай жоғарыға қысым істейтін помпасы, насосы жоқ. Мынау индивидуалдық катушкалар, 4 цилиндр болғандықтан. Мынау міне фазорегуляторлар, клапандары. Мұнда белбеу жоқ, шынжырмен қозғалтылады клапандар. Мынау жанармай рампасы, не мынау инжекторлар 4. Бәрі қарапайым. Өте жақсы қозғалтқыш. Көрдіңіз ғой, генераторда ана ақырғы рет көрдік қой, Hyundai i30 обводной муфтасы жоқ, қарапайым үнемі істеп тұрады. Бұл өте жақсы. Неғұрлым қарапайым болғандықтан, соғұрлым қозғалтқыш мықты болады, төзімді болады. Не мынау радиатор. Радиатордың телевизор пластиктан екен. Өкінішке орай. Жақсы, енді қазіргі таңда бәрі солай. Көріп тұрсыз ба? Пластик. Мынау бәрі пластик. Темір мына жерде бітеді. Мына жерде темір бітеді. Ары қарай радиаторда ұстап тұрған телевизор пластик. Бұл өндіріс кезінде өндірушінің өзіне ыңғайлы да. Алдын ала мына радиаторды осы жерде жинағанша, олар алдын ала радиаторды осы телевизорға жинап қояды. Сосын телевизорды радиатормен бірге бәрін әкеп осы жерге қоя салады. Мынандай жалюзилер де бар екен. Мынау не? Ауа фильтрі. Қозғалтқышын өте жеңіл ауыстыруға. Мына жерден ашасыз да. Былай ала саласыз. Өзіңізді ауыстыруға болады. Өте жеңіл. Жақсы жасалған. Мынау предохранительдер. Мынау қозғалтқыштың компьютері, басқару компьютері.
Иә. Терезесін тазалау сұйығын мына жер құясыздар. Иә. Бұл көлікте мына клапанға ие болу керек, себебі бұл клапан көрдіңіз бе, пыш деді. Артық сұйық бачок үнемі қысыммен істеп тұрады. Мынау жай қапшық емес, бұл сонымен бірге клапан. Көрдіңіз бе, жанып тұр. Ашпаңыз деп қысыммен істейді. Kia K5-тің екінші қозғалтқышы бұл Hyundai Kia концернінің қозғалтқыштарының жаңа буымы SmartStream 2,5 литрлік GDI қозғалтқышы. Қозғалтқыштың көлемі 2,5 литр, 192 аттың күші. Мынау SmartStream қозғалтқышы 2,5 литр. Директ газолайн, яғни тікелей жанармайды цилиндрға шашады. Яғни бұл қозғалтқышта екі қатар форсункалары бар. Бірінші қатарында енгізу коллекторына 3-4 бар қысуымен шашатын қарапайым MPI форсункалары орнатылған. Ал оның астында тікелей цилиндрға шашатын жоғарғы қысыммен істейтін GDI форсункалары орнатылған. Әмбе комбинированный шашымы. Көріп тұрсыз ғой. GDI плюс MPI. Яғни қарапайым multi-port injection және direct gasoline injection. Мына жерінде міне жоғарғы қысыммен істейтін помпасы тұр. Жоғарғы қысым помпасы қозғалтқыштың таратқыш біліктерінің үстінде орналасқан. Оның бастапқы мақсаты жанармайды 100 барға дейін қысып, жанармайды тікелей форсункаларына жеткізу. Некеңіз, мынау міне жоғарғы қысыммен істейтін помпа. Ол айдайды. Міне мына рампаға айдайды бензинді. Мына жағында міне жоғарғы қысыммен істейтін форсункалар тұр. Ал жай форсункалар мына коллектордың астында болу керек. Әне. Жоқ. Иә, солай ғой. Жоқ, керісінше. Мынау жай қысыммен істейтін форсункалар. Сосын осы рампадан мына жоғарғы қысыммен істейтін помпаға апарады. Ол сосын темір трубкасымен мына коллектордың астында тұрған форсунка тағы да бір тікелей цилиндрға апаратын форсункаларға бензинді апарып жеткізеді. Иә. Ал бұлай қарапайым қозғалтқыш. Қазір. Бірақта коллекторы жаңа түрде. 4 тесіктің орнына бірақ тесігі тұр. Және егер жүйесі көрініп тұр. Генератор қарапайым. Суыту жүйесі қысыммен істейді. Клапаны мында, артық су бачогында орналасқан. Қалған жағынан бәрі сол 2 литрлік қозғалтқышпен бірдей. Осы 2,5 литрлік қозғалтқыш Hyundai Kia концернінің SmartStream қозғалтқыштарына арнайы дамытылып шығарылған 8 берілісті қорабымен жалғасқан. Осы қораптың ерекшелігі 7 және 8 сатыларының беріліс сандары бірден төмен. Яғни, осының бәрі жоғарғы жылдамдықта көлік қозғалтқышының айналымын төмендетеді. Мысалы, Kia K5 120 шақырым сағатына жылдамдықты ұстап отырған кезде қозғалтқыштың айналымы 1800-ді көрсетіп отырады. Ал егерде
2000-ға дейін айналымды көтерсек, көлік 130 шақырыммен жүріп отырады. Көліктің осындай ерекшеліктері алыс жолдарда қораптың төзімділігін арттыруға әрекетін береді. Сонымен бірге, осы 8 берілісті қорабымен бұл көлік ұдайы жанармайды үнемдеуін көрсетеді. Алыс жолдарда көлік тіпті 5 литрдай жеуі мүмкін. Ал қала кезінде жанармай 15 литрға дейін барады. Қазір осы көлікті нарықтан сатып алам десеңіз, көлік бағалары 15 миллионнан бастап 17 миллион 500 теңгеге дейін барады. Себебі көлік саны аз. Қазақстан бойынша жалпы 9 көлік табылды. Ең көбі осылардың арасында 64 мың шақырым жүріп шықты. Бұл 2021 жылғы көліктер. Көлік сатушы иелері әрине көлікті мақтады, көлікпен ештеңе болмады деді, көлік сол жаңа қалпында деді. Бұндай сөздерді естуге бізге өте ұнады. Яғни көлік расында да сапалы жиналып, көлік иелеріне ешқандай қиыншылық тигізбейді. Бұл оқиғаның бір жағы, ал екінші жағы өкінішке орай көлік иелері көліктері дилер кепілдігінен айырылғанын білдірді. Себебі, дейді олар, дилерде қызмет көрсету бағалары өте қымбат. Шындығында, дилердегі техникалық қызмет көрсету бағалары Kia K5 көлігіне өте қымбат екен. 7500 шақырымда сіз 33.250 теңге төлейсіз. Ал 15.000 шақырым тіпті 66.550 теңге төлейсіз. Қарапайым адамдарға бұл өте қымбат. Сол себептен көлік иелері көліктің майын, фильтрін өздері ауыстыруға тырысады. Бұл біздің ойымызша жаман емес, егерде көлікке дұрыс қызмет көрсетілсе. Естеріңізде болсын, Kia K5 бұл Совет үкіметінің көліктері емес. Өзіңіз көргендей, Kia көліктері компьютермен дамытылды, роботтармен өмірге келді. Яғни, Kia K5 көлігі бұл толығыменен үздік технологияларының жемісі болып табылады. Егер көлікке белгіленген уақытында қажетті қызмет көрсетілмесе, мысалы кез келген жанармай станциясында кез келген бензин құйылған болса, немесе базардан арзан қозғалтқышқа май құйылса, онда осы қозғалтқыштарда цилиндр поршень тобы зақымдануы мүмкін. Яғни, цилиндр бетін поршень егеп жіберуі мүмкін. Әлемде жабан көлік жоқ. Көліктің күтім көрмегені жабан.